Ассалаумағалейкум, бір қазақ елім. Көк туымыз желбірей берсін. Атырау облысы Құрманғазы ауданынан жалынды сәлем. Мынаны құрылтайға сүйініп атқан Арман Хайруллинге, Мұса Хайруллиев, Әділ Жұбанов, тағы да Қазыбек Иса, Арман Жайық, және де жазушылардың бастығы Атырау қаласының. Соның ішінде Болат Ақшолақов, так, атын ұмытып қалдым, әкесінің атын. Омарұлы ма екен? Болат Ақшолақов мырзаға жолдаймын. Кеше депутаттар Атырау облысы Құрманғазы ауданынан Бауыздыққа барып келді. Бауыздық сүйіндік жолын бірінші жолға қоюларын сұраймын. Екіншіден Қошалақ елді мекені, Үштаған елді мекені, Асан елді мекені, Сүйіндік елді мекенінде пошта жоқ, мүлдем. Қошалақта свет жоқ. Соны бірінші орынға қоюларын сұраймын. Екіншіден Атырау Құрманғазы ауданы да тас жолы ғой, Астырқын тас жолы да жақсы. Оны ремонтқа берілді деп елбасына жетті ғой. Енді қараңыздар, Құрманғазы Сүйіндік тас жолын жолға келтіріңіздер. Сіздер келдіңіздер ғой, араладыңыздар, Бесшоқыны қарадыңыздар, ананы қарадыңыздар, мынаны қарадыңыздар. Сіздер деген Сүйқуат атаға неге бармайсыздар? Уфадан бітіріп келген, білімі өте мықты. Сүйқуат атаға барған жоқсыздар. Ар жағында тағы аталар бар, ар жағында тағы Сүйіндікте аталар бар, Балғұдықта Көңіртерек бар, ар жағында граница, шекара, Қарабайлы бар. Мысалы Қарабайлы қаласы Ресей мемлекетіне қарайды. Ресей мемлекетінде мысалы газ жоқ Қарабайлыда да. Бізге соқпайды ол Қарабайлыда, бірақ ол ежелгі біздің жер. Көрдіңіз ба? Депутаттарға сауал. Әрбір жерде жүріп жатыр, бүйтіп жатыр деп міне. Астырқын, Маңғышлақ, Маңғыста Астырқын маған 100 километр болатын болса, батыста, шығыста маған 300 километр Атырау. Сіздер барып келе жатқаныңызда маған соғаласыздар. Егер маған соқсаңыздар, мен сіздерге стадионды көрсетемін, мен сіздерге мына лотосты көрсетемін, мен сіздерге мына емхананың бітпей жатқан жұмыстарын көрсетемін, мен сіздерге мына Абай мектебінің бітпей жатқанын көрсетемін, мен сіздерге жолдарды көрсетемін, бәрін көрсетер едім. Сіздер сәттілік тілеймін біріншіден. Өте керемет жоба, бірақ сіздер осы Құрманғазы ауданына дұрыс көңіл бөлулеріңізді сұраймын. Қазпоштаны қараңыздар, банкомат жоқ, Каспий банк. Жер деген ұйқы-шиқы болып жатыр. Әрбір жерде мына Кеткрай деген жер бар, мүлдем жоқ. Красиловкада мүлдем асфальт жоқ. Орталық район мешіттің алдында асфальт жоқ. Сіздер деген неге Бесшоқы, неге Қошалақ деп кетіп қалдыңыздар? Неге орталыққа келмейсіздер? Түсініп тұрған жоқпын сіздерді. Рахмет, сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.